Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өз сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы денсаулық құпиялары. Осы сабақтың дәйек сөзі денсаулық зор байлық, нақыл сөз. Ал тағы да өздеріңіз іштерінен бір-екі рет оқып, осы дәйек сөздің мағынасын ашайық. Және де өздеріңіз айтып беріңіздерші, осы дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңіздер? Шынымен де адамның денсаулығы қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығын мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл-күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз дені саудың жаны сау деп орында айтқан. Сондықтан балалар, шынымен де денсаулық зор байлық. Ал балалар, сіздердің назарларыңызға әдібай табылды әппақ бала әңгімесін ұсынамын. Мұқият тыңдайық. Асан ойынан асығып келді. Оның жүзі анардай қызарыпты. Мамасына тартқан танауы таңқиып, тершіп тұр. «Мама, тамақ ішем», деді ол аптығып. «Аздайын балам, жуынып кел», деді ақжарқын ана. «Беті қолымды кеше жуғанмын», деді Асан абыржып. Аслана Асанның шашын өскенін, тырнағын алынбаған енді байқады. Кеше жуынғанмын деп керігіп тұрған баласын аяп. «Балам, үсті басыңды таза сақта», деді ана. «Тазамын ғой, мама». «Балам, таза болсаң денің сау болады. Денім сау ғой, мама». «Асантай, ерте тұр, шынық, жуын деп едім ғой саған». «Мақұл, маматай. Енді ерте тұрамын, шынығам, жуынам». «Міне, мұның дұрыс. Шынықсаң сымбатты жігіт боласың». Асан қабырғадағы айнаға қарап, бір кір қожалақ екенін көрді. «Ятай», деді ішінен. «Маматай, кешіріңіз, қазір жуынам», деді ол. Жуынатын бөлмеге барып, жуынып шайынып келді. «Өстіп, әдепті де, әдемі бол», деп мамасы қуанып қалды. Асан енді күнде шынығып, таза жүретін болды. Мамасы оны «Аппағым» дейді. Ал ағайындары Асанды «Аппақ бала» деп жүр. Ал балалар, енді келесі сұрақтарға жауап берейік. Үсті басыңды таза ұстаудың денсаулыққа қандай пайдасы бар? Келесі сұрақ. Денені шынықтыру не үшін қажет? Үшінші сұрақ. Сымбатты болу үшін не істеу керек? Төртінші сұрақ. Жаны саудың тәні сау деген нақыл сөзді қалай түсінесіңдер? Және де бесінші сұрақ. Сен өз денсаулығыңды сақтау үшін қандай іс-әрекеттер жасап жүрсің? Жаңаны білеміз айдарында, балалар, тазалық сақтаудың денсаулыққа тікелей қатысы бар. Әр адам күнделікті жақсы әдеттерді ұстануға дағдылануы керек. Жуынып шайыну, үсті басыңды таза ұстау, таза ауада серуендеу, денені шынықтыру, дұрыс тамақтану. Бұл денсаулық кепілі. Денсаулыққа зиянды нәрселерден аулақ болған жөн. Денсаулығыңды сақтау өзіңе байланысты екенін ұмытпа. Жақсылық жасайық айдарында, балалар, оқулықтың 134 бетіндегі бірінші тапсырманы орындаңыздар. Адам денсаулығына жақсы әсер ететін іс-әрекеттерді жалғастырып жазыңдар. Мына жерде үлгі келтірілген сіздерге. Адам денсаулығына жақсы әсер ететін іс-әрекеттер: күн тәртібін сақтау, көп қозғалу, жақсы көңіл күйде болу, және де арғарда өздеріңіз жалғастырасыздар. Жақсылық жасайық айдарын жалғасы. Екінші тапсырма. Суреттерге қараңдар, сурет бойынша әңгіме құрастырып айтыңдар.
және де оқулықтың 135 бетіндегі 3-ші тапсырманы орындайсыздар. Денсаулықты сақтау туралы сөйлемдерді аяқтап жазыңдар. Егер денің сау болсын десең, жалғастырамыз. Егер мұрның сау болсын десең, егер көзің сау болсын десең, егер құлағың сау болсын десең, егер тынысың сау болсын десең, ары қаратай сөйлемдерді жалғастырып жазамыз. Бұл тапсырманы дәптерге орындаймыз. Ал балалар, денсаулық құпиялары тақырыбымыздың бірінші сабағының қорытындысын шығарайық. Денсаулық бізде болсын десек, біз ең бірінші не істеуіміз керек? Күн тәртібін сақтауымыз керек. Таза ауада көбірек жүруіміз керек. Табиғи су ішуіміз керек. Спортпен шұғылдануымыз керек. Және де әр уақытта ойымыз таза, сөзіміз жақсы болу керек. Сонымен қатар дұрыс тамақтануымыз керек. Әр уақытта тазалық сақтауымыз керек. Және де зиянды әрекеттер жасамауымыз керек. Сол кезде бізде әрине деніміз сау болады. Және де дені саудың жаны сау. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.